Әрқашан мен негізі бойым ұзын, өзім денем стройный болған қызбын жас кезімде. Шыны керек, иә. Мен сол өзімнің стройный болғаныма сеніп, ешқашан спортпен айналысқан емеспін, шыны керек, жас кезімде. Кейін 30 жастан кейін, яғни мен 3-ші баламды босанғаннан кейін, 33 жасымда 3-ші баламды босанғам, содан кейін мен өте бір қиын жағдайда болдым десем де болады. Яғни мен аяғымды қатты ашып, қадам жасаудан қорқатынмын. Арықтан секіріп, кішкентайдан да үлкен емес, арықтан секіріп өту, ол мен үшін өте қиын болды. Өйткені мен селкілдеп, сәл аяқ қадам жасап, үлкен жылдам қадам жасап қойсам, жүгіріп қойсам, бітті, астым түсіп кететіндей сезімде болатынмын. Кез келген бұлшығы жұмыс жасамағаннан кейін ол әлсіреп қалады, әлсіз болып қалады. Яғни интимді бұлшық етте әлсіреп, жатырды, үстіне тұрған жатырды ұстай алмай, бәрі төмен түсіп салбырай бастады. Яғни үлкен проблема басталды менде. Яғни мен оны өзім дер кезінде түсініп, қолға ала бастадым. Шыны керек, негізі бұны қолға ала бастаған себебі менің бетім болды, яғни астым түсіп баратқан астым емес. Яғни менің астымдағы барлық түсіп ұстамай тұрғаны маңызды емес. Бұл жерде менің негізгі бұл жолға келген себебім бетім болатын. Яғни әрине біз ең бірінші айнаға қарағанда бетімізді көреміз, сондықтан бетіміз әдемі жылтырап тұрса, басқа ешқандай да проблема керек емес деген секілді бетке келдім. Бет арқылы, яғни бетім қартайып кетті. Оны жөндеу керек. Неше түрлі кремдерді пайдаландым. Өзімнен аямайын деп енді көптеген кремдерді пайдаланып, бетіме жағып, бетімнің әжімін жазғым келді. Салбырап, қартайып баратқан бетімді жасартқым келді. Сол үшін мен осы фейс-фитнесқа келдім. Соның салдары, яғни бетімді сол кезде түсінгенім, сені бетіңнің қартайғаны, бұл сенің іш құрылысындағы болып жатқан жағдайлардың салдары екен.